Баршаңызға сәлем, арнамды көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын әрі құрамы өте қолжетімді заттардан тұратын морской каприз салатының жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып, каналымнан алыстамай, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Ендеше салатымызды бастайық. Барлық заттарымызды алдын ала пісіріп дайындап аламыз. Содан соң еттерімізді дәл видеодағыдай ұсақтап турап шығатын боламыз. Мендегі ет жылқының еті. Кез келген ет түрін пайдалана берсеңіздер болады. Еттеріміздің барлығын ұсақтап турап алдық. Енді салатымызды жинауға кірісетін боламыз. Осындай үлкендеу, орташа тәрелкемізді алып аламыз және де ең төменгі бөлігіне етімізді орналастырып шығамыз. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарап, құрамын көбейтіп немесе азайтып жасай берсеңіздер болады. Мендегі рецепт 3 порцияға арналған. Етіміздің барлығын орналастырып болғаннан соң үстінен майонезімізді жағып шығамыз. Содан соң бізге үккіш қажет болады. Тұздалған қиярымызды өткізіп шығатын боламыз. Тұздалған қиярымызды да жақсылап біркелкі етіп жайып шығамыз. Оның үстіне де майонезімізді жағып шығамыз. Енді кезекте жұмыртқамызды да өткізіп алатын боламыз. Әдеттегідей майонезімізді тағы да үстінен жағып шығамыз. Содан соң картопымызды өткізіп шығатын боламыз. Картопты орналастырып болғаннан соң оның үстінен тағы да майонезімізді жағамыз. Бізде майонезіміз қатты көпте немесе қатты азда болып қалмау керек, орташа көлемде болу керек. Сол кезде біздің салатымыз бір қалыпты болып шығатын болады. Ең бастысы үстінен твердый сырымызды өткізіп аламыз. Мінекей біздің салатымыз осымен дайын. Енді сәндік мақсатта бетіне мен укроп қойып шығатын боламын. Сіздер өз фантазияларыңызбен кез келген заттармен әсемдей берсеңіздер болады. Дайын болған салатымызды дастарханға ұсына берсек болады. Достар, видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видеома ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде сіздер менің алдағы жаңа рецепттерімнің алғашқы көрермені боласыздар. Видео ұнаған болса міндетті түрде пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.